Құрметті азаматтар, 10 сәуірден бастап еліміздің барлық өңірінде жасөспірім жедел алдын алу іс-шарасы өткізілді. Бұл шараның басты мақсаты балаларды қауіпті жағдайлардан қорғау, дер кезінде көмек көрсету және құқық бұзушылыққа итермелейтін себептер мен жағдайлардың алдын алу. Іс-шара барысында полиция бөлімдеріне 23 мыңнан астам жасөспірім жеткізілді. Оның ішінде 124-і қылмыс жасаған үшін, 18,5 мыңнан астамы әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін. Әрқайсысына құқықтық бағамен қатар профилактикалық қолдау көрсетілді. 5200-ден астам қараусыз қалған бала анықталып, қауіпсіз орындарға орналастырылды. 853 жасөспірім бейімдеу орталықтарына жіберіліп, әлеуметтік және психологиялық көмек алды. Іс-шара аясында 26 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Оның ішінде 3 мыңы баласын дұрыс тәрбиелемеген ата-аналарға қатысты. Ауыр зардаптардың алдын алу бойынша шаралар қабылданды. 532 ұсақ бұзақылық дер кезінде тоқтатылды. 344 рет кәмелетке толмағандарға алкоголь сатпақ болған жағдайлар анықталды. 20 мыңға жуық бала түнгі уақытта үйден тыс, оның ішінде ойын-сауық орындарында жүрген анықталды. Сонымен қатар қауіпті заттар, есірткі және қару тәркіленді. Бұл уақытылы қабылданған шаралардың бір қатар қайғылы жағдайдың алдын алғанын көрсетеді. 954 жасөспірім мен 815 ата-ана профилактикалық есепке алынды. Олармен қосымша әлеуметтік тәрбиелік жұмыс жүргізіледі. Мектептерде 6200-ден астам жасырын сауалнама жүргізілді. 64 девиантты мінез-құлық байқалған жасөспірім анықталып, бақылауға алынды. Оларға мамандар қолдау көрсетті. 20 мыңнан астам құқықтық дәріс пен профилактикалық кездесу өткізілді. Ақпараттық қауіпсіздікке де ерекше назар аударылды. 4300-ден астам балаларға қауіп төндіретін интернет-контент бұғатталды. Сонымен қатар балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру үшін акиматтарға 367 ұсыныс хат жолданды. Ішкі істер министрлігі жасөспірімдерге төнетін қауіп-қатердің алдын алуды жалғастырады. Заң мен тәртіп ең алдымен қауіпсіздік пен қамқорлық.